Тоқпан жілік хумерус адамдағы түтік тәрізді жұп сүйек, қолдың еркін орналасқан сүйектердің қатарына жатады. Бұл сүйектің денесі проксималды және дисталды ұшы ажыратылады. Тоқпан жіліктің проксималды эпифизіне тоқталатын болсақ, бұл жерде оның басы орналасқан, яғни капут гумери. Басынан әрі қарай анатомиялық мойны колюм анатомикум айқын көрінеді. Тоқпан жіліктің проксималды ұшында оның екі төмпешігі бар. Біріншісі үлкен төмпешігі туберкулум майус, екіншісі кіші төмпешігі туберкулум минус. Осы екі төмпешіктен жоғарыдан төменге қарай екі қырқа жүреді. Біріншісі криста туберкули майорис, яғни үлкен төмпешіктің қырқасы, екіншісі криста туберкули минорис, кіші төмпешіктің қырқасы. Екі төмпешік өзара төмпешік аралық жүлге, яғни сулькус интертуберкулярис арқылы бөлінеді. Тоқпан жіліктің проксималды ұшынан денесіне өтетін жерінде қысыңқы аймақ бізде тоқпан жіліктің хирургиялық мойны деп аталады, яғни колюм хирургикум. Дәл осы жерде тоқпан жіліктің сынуы жиі кездеседі. Келесі тоқпан жіліктің денесі корпус гумери. Тоқпан жіліктің денесінің ортаңғы бөлігінде дельта тәрізді бұлшық ет келіп бекетін дельта тәрізді төмпешік, яғни тубероидтас дельтадея орналасқан. Осы төмпешіктің артқы бетінде, яғни тоқпан жіліктің латералды бөлігінде кәрі жілік нервісінің жүлгесі, яғни сулькус нерви радиалис айқын көрінеді. Келесі тоқпан жіліктің осы денесінен дисталды эпифизіне қарай екі қырқа бар. Екі қыры бар. Біріншісі марго латералис, яғни латералды қыры, екіншісі марго медиалис, медиалды қыры. Осы қырларының болуына байланысты тоқпан жіліктің үш беті бар. Біріншісі алдыңғы латералды беті фацис антериор латералис, екіншісі алдыңғы медиалды беті фацис антериор медиалис, үшіншісі тоқпан жіліктің артқы беті фацис постериор анық көрінген. Келесі тоқпан жіліктің дисталды эпифизі. Дисталды эпифизіндегі негізгі зат тоқпан жіліктің айдаршығы. Тоқпан жіліктің айдаршығы кондулюс гумери деп аталады. Айдаршықтың өзі екі құрам бөліктен тұрады. Біріншісі тоқпан жіліктің кішілеу келген басы, яғни капитулум гумери. Екіншісі тоқпан жіліктің шығыры трахлея гумери. Осы тоқпан жіліктің айдаршығының артқы бетінде шынтақ жіліктік шұңқыр, яғни фосса алекрани орналасқан. Ал осы айдаршықтың латералды және медиалды бөлігінде айдаршық үсті кездеседі. Біріншісі латералды айдаршық үсті эпикондулюс латералис және екіншісі медиалды айдаршық үсті эпикондулюс медиалис. Дәл осы медиалды айдаршық үстінің артқы бетінде шынтақ нервісінің жүлгесі сулькус нерви ульнарис айқын көрінеді. Ал осы айдаршықтың алдыңғы бетінде, яғни тоқпан жіліктің кіші басының жоғарғы бөлігінде кәрі жіліктік шұңқыр фосса радиалис орналасқан болса, ал шығырдың жоғарғы бөлігінде фосса коронидея, яғни тәж тәрізді шұңқыр анық көрінеді. Білек сүйектері остантобрахи, сыртқы пішіні түтік тәрізді екі сүйектен тұрады. Біріншісі медиалды орналасқан ос ульна шынтақ жілік және латералды орналасқан ос радиус кәрі жіліктен тұрады. Шынтақ жіліктің өзі денесінен корпус ульнадан және проксималды эпифизінен және дисталды эпифизінен тұрады. Проксималды эпифизінде осы шынтақ жіліктің өзіндісі, яғни алекранон орналасқан. Алекраноның алдыңғы беті шынтақ жіліктің тоқпан жіліктің шығырымен беттесетін шығырлық тілігінен, яғни инцизура трахеоляристен тұрады. Сонымен қатар осы проксималды ұшында шынтақ жіліктің тәжіздік өзіндісі процессус коронидеус орналасқан. Тәжіздік өзіндісінің интероста, яғни сүйекаралық бөлігінде кәрі жілік басының айналмалы буындық бетімен беттесетін шынтақ жіліктің кәрі жіліктік тілігі, яғни инцизура радиалис орналасқан. Осы проксималды ұшының денесіне өтетін бөлігінде шынтақ жіліктің бұдыры, яғни тубероидтас ульна орналасқан. Сонымен қатар осы шынтақ жіліктің үш қыры, үш беті ажыратылады. Біріншісі алдыңғы қыры марго антериор. Осыған сәйкес алдыңғы беті фацис антериордан тұрады. Сонымен қатар сүйек аралық қыры марго индеросы, соған сәйкес фацис постериор мен фацис медианус анық көрсетіледі. Сонымен қатар үшінші қыры марго постериор, яғни артқы қырынан тұрады. Ал дисталды эпифизіне тоқталатын болсақ, бұл жерде осы шынтақ жіліктің басы, яғни капут ульна орналасқан. Басының астыңғы бөлігінде біз тәрізді өсіндісі процессус стилоидеус анық көрінеді. Сонымен қатар осы басында циркумференция артикулярис, яғни осы шынтақ жіліктің айналмалы буындық беті орналасқан. Кәрі жілік ос радиус білек сүйектерінің қатарында.
Басқа да жіліктік сүйектер секілді өзінің денесінен, корпус радийден, проксималды эпифизинен және дисталды эпифизиннен тұрады. Проксималды эпифизинде кәрі жіліктің басы, капут радий, мойны колюм радий және бұдыры туберозис радий орналасқан. Кәрі жіліктің басы, капут радий сыртқы пішіні цилиндр тәрізді болып келеді және оның бүйірінде айналмалы буындық беті циркумференция артикулярис орналасқан. Кәрі жілікте шынтақ жілік секілді үш қырынан үш бетінен тұрады. Бірінші қыры сүйекаралық қыры, марго интеросса. Екіншісі алдыңғы қыры марго антериор және артқы қыры марго постериордан тұрады. Осыған сәйкес үш беті. Латералды беті фацис латералис, алдыңғы беті фацис антериор және артқы беті фацис постериордан тұрады. Кәрі жіліктің дисталды эпифизиніне тоқталатын болсақ, бұл жерде оның біз тәрізді өсіндісі процесс силоидеус орналасқан және шынтақ жіліктік тілігі инцизура ульнарис пен дорзалды төмпешігі туберкулум дорзали орналасқан. Сонымен қатар кәрі жіліктің басының жоғарғы бөлігі тоқпан жіліктің кіші басымен беттесетін буындық шұңқырдан, яғни фавея артикуляристен тұратын болып табылады. Ал дисталды эпифизинде білезік сүйегінің буындық беті фацис артикулярис карпалис орналасқан болып табылады.